сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қайта жанған бақ, соңғы бөлім. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Үлкен ұлымнан кейін араға 6 жыл салып, қызыма аяғым ауырлады. Осы кезде іште жаныма жақын, ертеңгі күні сырласым болатын, көмекші, қолғанатым болатын қыз босансам екен деп Алладан тілеп едім. Тілегім қабыл болып, салмағы 3500, бойы 52 сантиметр қыз босандым. Осы қызымды 3 рет УЗИге түсіп, жынысын біле алмаған болатынбыз. Кейін босанғанымда қыз бала екенін бірақ білдік. Қызым кіп-кішкентай қуыршақ секілді болды. Өзім кесір тілігіме босанғаннан кейін 8 сағаттан кейін жан сақтау бөлімінен шығып, палатаға келгенде ғана медбике қызымды әкеліп қолыма ұстатты. Сол кезде ең алғаш Алладан қызымның деніне саулық, ұзақта бақытты ғұмыр және қызым ешқашан жыламасыншы деп тілеп едім. Қыздың жолы жіңішке дегендей, қазірдің өзінде жолдасым екеуміз ертеңгі күні оны қалай өзге отбасына береміз деп уайымдайтынымыз бар. Бірақ бұл өмірдің заңдылығы екен. Қыз бала жат жыртық дегендей, қыз болашақ жар, ұрпақ жалғастырушы ана, амал жоқ. Өмірдің заңдылығына қарсы тұра алмайды екенбіз. Сол секілді ұлымыз да ертеңгі күні өзге отбасының тура осылай аялап, алақанына салып отырған қызын бақытына балап, келін қылып шаңырағымызға алып келгенде, оны да өз қызымыздай бауырымызға бассақ, осы шаңыраққа тастай батып судай сіңіп кетеріне ықпал етер едік. Жақсы үйге түскен келін келін, жаман үйге түскен келін келсап дегендей, біреудің баласының тағдырымен ойнамайықшы. Қаракөз қыздарымыз ешқашан жыламасын. Деніміз сау, заманымыз тыныш, отбасымыз аман болсын.